Так, 11-лер бәріне сәлем. Бүгін біз кешегі жазған тестті талдаймыз. Так, сәл үлкейтіп алайық. Бірінші, бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Иррационалдықтан құтылу үшін бөлшектің бөлімін не түйіндес көбейте саламыз, бұны бәріміз білеміз. Бұны тез көрсете салайын. Бөлшектің бөлімінде иррационалдықтан құтылудың сөз түбірасты болмау керек. Демек осының түйіндесін көбейтесіңдер. Алымына да бөлім неде? В итоге бұл маған береді а плюс б а минус б деген өрнек қысқаша көбейту формуласы. Бұл береді а квадрат минус б квадрат. А-ның орнында түпірасты 3, б-ның орнында түпірасты 2 тұр. Түпірасты 3-тің квадраты минус түпірасты 2-ның квадраты и алымына тиіспей ақ қойыңдар. Не байқап квадрат пен түпірасты жойылады. Квадрат пен түпірасты жойылады. Қалады бөлімде 3 минус 2. Алымына тиіспей ақ қойыңдар вообще. Алымы керек емес. 3-тен 2-ні алсам 1, бөлшектің бөлімінде 1 болса жазбай ақ қойса болады. Демек жауабы 2 көбейтілген түпірасты 3 минус түпірасты 2. Жауабы С екен. Екінші есеп. Екінші дәреже тақырыбы көрініп тұр. 7-ші классына сәл үлкейтемін ау демесіндерге. Сәл үлкейтейін бүйтіп. Екінші есеп дәреже тақырыбы 7-ші класс. Не білеміз? Дәреженің сыртына дәреже тұр. Дәреженің сыртына дәреже болса, олар көбейтіледі. Көбейту кезінде дәрежелер қосылады. И бөлу кезінде дәрежелер азайтылады. Осыны ғана білсек болды, вроде бы есеп шығады. Байқасыңдар, это бірақ формулада барлығы негіздері бірдей болу керек. Негіздері бірдей болмаса есеп шықпайды. Это 2 емес, 2 емес, бәрін 2 қылу керек болады. Во-первых, дәреженің сыртына дәреже, олар көбейтіледі. Минус 3-ті 3-ке өтем, минус 9. Дальше 4-ті 2 қылып отырсамыз. 4 деген ол 2-ның квадраты. Сыртында квадраты бар. 8 деген ол 2-ның кубы. Сыртында минус 4 дәреже бар. 2-ні минус 9 дәреже көбейтілген. Дәреженің сыртына дәреже. Олар көбейтіледі. 2, 2, 4. Дәреженің сыртына дәреже көбейтіледі. 3-ті көбейтеміз минус 4-ке, минус 12. Енді айтқан баны көбейту кезінде дәрежелерін қосамыз. Минус 9-ға қосамыз 4-ті, бөлімде минус 12. Так, минус 9-ға 4 қоссақ, минус пен плюс 2 да қосылмайды. Азайтылады да үлкеннің таңбасын аласыңдар. 9-дан 4 алған 5, үлкеннің таңбасы минус 2, минус 12 дәрежесі. Бөлу кезінде дәрежелер азайтылады. Так, минус 5-тен азайтамын минус 12-ні. Байқап тұрғанда мына жерде минус пен минус плюсті береді. Жауабы минус пен плюс никогда қосылмайды, азайтамыз үлкеннен кішкентайын, кейін үлкеннің таңбасын аласыңдар. 12-ден 5 аламын 7, үлкеннің таңбасы плюс екен. Плюс жазылмайды. 2-ның 7 дәрежесі дегеніміз 2-ні 7 көбейтсеңдер 128. Калькулятормен көбейтіп көрсеңдер болады ешілше. Міне, мына бір есеп. Это негізі 10-шы сынып формула бар, бірақ формула салмаймыз. Бұл жерге бізге көмектеседі метрикалық қатынастар. Обязательно білу керек зат. Тік бұрышты, үш бұрышты, альфа деп бұрышты қарасақ, қарама қарсы А, Б, С қатып қалған, всегда айтамыз. Енді бұл жерде білу керек заттар мынандай. Синус альфа А-ның С-ға қатынасы. Косинус альфа Б-ның С-ға қатынасы. Тангенс альфа А-ның Б-ға қатынасы, котангенс альфа Б-ның А-ға қатынасы. Обязательно мен аламын істейсіңдер. Менде маған синус беріп қойыпты. Синус дегеніміз бұл бізде А-ның С-ға қатынасы. А-ның орнында 3 тұр екен, С-ның орнында 4 тұр. А-ның орнында просто 3 тұр, мына жаққа келіп 3-ті қойын. Тұра берсінші жарайды. Мына жаққа келіп 3-ті қойын, мына жаққа келіп С-ның орнына 4, С-ның орнына келіп 4-ті қойын. Б белгісіз, Б-ны табу керек. Пифагор. С квадрат минус А квадрат. 4-тің квадраты 16, А-ның квадраты 3-тің квадраты 9. Азайтсақ түбірасы 7. Б деген түбірасы 7 екен. Шу жауаптарында тағы да түбірасы 7 деген бар.
Түбірасы жеті емес, примерно енді. Түбірасы жеті емес не еді. Жауабы мына екен, біреу болайын депті ғой. Енді не сұраған? Қараңдаршы, мына мен какой-то бір альфа деп қарасам, мына бір өрнекті бір альфа деп қарасам, менде бұл жерде синус екі альфа тұр. Синус екі альфаның формуласы бар. Екі синус альфа косинус альфа. Яғни екі синус альфаның орнында арк синус. Арк синус. Үш бөлінген төрт жазып қояйық. Косинус альфаның орнына арк синус десем болмай қалады. Ең қарындап, бүйтіп жазсыншы. Арк синус үш бөлінген төрт. Біз білетін заттар не білеміз? Синус пен арксинус екеуі бір біріне кері функциялар. Синус пен арксинус екеуі жойылып кетеді да, жауабы үш бөлінген төрт қалады. Ал бізге косинус дейді да арксинус деп тұрген. Бізге косинус керек. Синус емес, косинус керек. Косинус деген не еді? Міне. Косинус деген б бөлінген с. Үшбұрышқана метрикалық қатынас болса бізге көмектеседі. Тангенсізде тангенсін тауып беруге мүмкіндік береді. Бізге косинус керек екен, міне косинус тұр. Косинус табайықшы. Косинус деген б бөлінген с. Б деген түбірасты жеті, бөлінген с деген төрт. Косинус сұрады, косинусын жазып бердік. Жауабы екінің астында бір бар. Жойылады екеуі, жойылады, қысқарады екеуі екіге. Бір, екі, жауабы екі, төрт, сегіз, үш түбірасты жеті. Тригонометрия енді өтеміз, бірақ қарап тұрсыңдар, негізі ол ондай қиын емес. Тез шыға қалатын зат. Дальше. Өрнекті шамдаңыз дейді. Мынау есеп, иә, мынау бізде көрінбей тұр. Мынаны негізі қысқаша көйті формуласы, мынаны бөлек ашып, мынаны бөлек ашып, потом мына жақшаны фонтанмен ашып шығарса да болады, бірақ ол ұзақ шығады. Бұл жерде мынандай қысқаша көйті формуласы тұр. А куб минус 3 еселенген а квадрат б плюс 3 еселенген а б квадрат минус б куб деген формула тұр. Бұл жерде а деп тұрғанымыз болса полный жақша. Көрдің міне а деп тұрмыз, аның квадрат, полный жақшаның квадраты. А тұр, міне а тұр, және б-ның кубы дейді. Б деген бұл значит бізде 8 деген ол бізде 2-ның кубы. 2-ның кубы да. Б-ның орнында демек 2 тұр ау деймін. Б-ның орнына 2-ні қойыңызшы. 2-ның квадраты 4. Мына алдындағы формуладағы 3 пен 1-ге 12 беріп тұр шынымен де. Мына б-ның орнына 2-ні қойсам, 2 мен формулада алдындағы 3 маған 6-ны беріп тұр. Демек, мынау полный формула тығылып тұр, осыны көре білу керексіңдер. Бұл формула бізге не береді? Мына бір формула. А квадрат минус 3, а куб минус 3а квадрат б плюс 3аб квадрат минус б куб деген бізге береді. А минус б-ның кубын береді. Демек, а деген помните нет? Міне, полный жақша. Х плюс 2 минус б-ның орнына 2 тұр. 2 мен 2 жойылады, жауабы х-тің кубы. Жауап х-тің кубы шығарып кетті. Болды. Келесі. Мен бұл тоже оңай тәсіл бар. Менде мысалы біреу, мен қысқаша көз формасын білмеймін, ағай дейтін балалар да бар да. Сол кезде бүйтсеңдер болады. А-ның орнына кез келген санды қойып, х-тің орнына кез келген санды қойып шығарса болады негізі. Мынаған мысалы х-тің орнына қызыққа, х-тің орнына просто әкеліп, просто бірді алайын ба? Бірді алсам, негізі бірді алса болады. Екіні алсаңшы мысалы. Екіге қосам екіні. 4 куб минус 6. Екіге қосам екіні. 4 квадрат плюс 12 көбейтілген 2-ге қосам екіні. 4 минус 8. Есте көрейік. 4-тің кубы 64. 4-тің квадраты 16. 16-ны көбейтем 6-ға. 96. 96, иә? 6-ны көбейтем 16-ға. 96 дұрыс. И плюс 48 минус 8. Яғни қысқаша көз формасын білмеймін, аға дейтін балалар үш жарса болады. 64 минус 96 плюс 48 минус 8. 104 шығады екен. 104 шықты. Это значит, екінің орнына, х-тің орнына екіні әкеп қойсам, жауабында да 104 шығу керек. 104 есқай шығып тұрған жоқ, иә? Екіні қойсам, екіге қосам екінің 4, 4-тің кубы минус 2-ге қосам 2-ні 4, 4-тің квадраты плюс 12, 2-ге қосам 2-ні 4, минус 8 дұрыс. Жауабы 4-тің кубы 64 минус 4-тің квадраты.
16, стоп. Төрттің кубы дейді. 64. Төрттің квадраты 16, 16-ны бөлдім алтыға. 96 плюс 48 минус 8 дұрыс. 64 минус 96 плюс 48 минус 8. Бәсе, калькуляторға кетіп тұрған. Жауап осы жерде 8 шығады. X-тің орнына есепке 2-ні қойсам 8 шықса, жауапта да 8 шығу керек. X-тің орнына 2-ні қойсам жауабы 1 шығып тұр, келмейді. X-тің орнына 2-ні қойын, 2-ге қосам 2-ні 4, ол 8 шыққан жоқ. X-тің орнына 2-ні қойын, 2-нің кубы 8, жауабы С екен деп шығарса да болады. Бірақ ол қысқаша көбейту формуласын білмейтін балаларға. Енді көбісі қысқаша көбейту формуласын білесіңдер ғой, иә? Білмеген жағдайда выход бар. X-тің орнына сан қою керек болады. Любой сан қойса да болады. 2-ні қойып көрдім, жауабы 8 шықты. Демек ответке де 2-ні қойып көрем, жауап 8 шығу керек. Мына бір оңай есепке ұзақ уақыт кетіп қалды, иә? Дальше. Ну, оны бізде 8-ші сынып ортақ бөлім. Тоже білмейтін балалар X орнына сан қойып отырсыңдар болады. Бірақ сәл ұзақ қиналып қаласыңдар. Ортақ бөліммен шығара салған выгодны. Бөлімінде 2x плюс 3 бар. Мынада бөлімде 2x плюс 3 бар ма? Жоқ. Мына 2x плюс 3-тен беремін. Мынада 2x плюс 3 бар ма? Жоқ. 2x плюс 3-тен беремін. Бөлімде 2 бар. Мынада 2 бар ма? Жай қарапайым тұрған. Жоқ, 2-ден беремін. Мынада 2 бар ма? Жоқ, 2-ден береміз. Ортақ бөлім беру керек болады. 2-ні көбейтемін x квадратқа. 2x квадрат минус 2-ді көбейтемін. Мына x-ті 2-не де көбейтеміз. 2x куб. Осы жерде мына 2x квадрат. X-ті көбейтемін 2x-ке 2x квадрат. Осы жерде мына минус тағы ойлаңдаршы. Бұл минус барлығына әсер етеді. Қазір мынаған да әсер етеді. Қараңдар, міне. X өтем 2x-ке 2x квадрат, алдында минус бар, жазып қойдым. X-ті көтем 3-ке плюс 3x, алдында минусы бар, минус 3x. Осы жерден біраз бала кетіп қалады. 3-ті көтем 2-ке 6, мына жақшан кейін ашқан ешке шығас кетпеу үшін дейік. В итоге 2x квадраттан астам 2x квадратты жойылып кетеді. 6-ны мынағанды мынау көтеміз. Жауабы 12x плюс 18. 12-ні бер тартайын. Так, минус болып келеді. Минус 3 пен минус 12, минус 15. И кейін минус 15-ке, минус 1-ге көбейтеміз. И әкеп 15-ке бөлу керек болады. Ну, дело калькулятор. Это негізі қысқартып 3-ке қысқартып жарса болады. Бірақ бүйтіп ойлай салайықшы. Минус 1,2. Это бірақ обязательно мамажа қарау керек, қыздар жігіттер. Мамажа обязательно қарау керек. Мен просто мамажаны көзбен шығара саламын, что ол болмайтын ше. Қараңдаршы, x-ті бөлеміз, 2,5, 2-ке бөлеміз, минус 1,5. Онда ответ и так болмай тұр. И это x жоқ, қарамай қойса болады. Вдруг жауабы минус 1,5 шығып кетсе, мамажа оны қабылдамай, жауап шешімі жоқ болатын еді. Жарай ма? Мен просто бағана бүйтіп көзбен шығара салдым, жауабы минус 1,5 екен, и онда жауап шыққан жоқ деп кете салуға болады. Мамажа бірақ обязательно қарау керек. Дальше. Теңдеулі жүйесін шешіп, потом екеуін көбейтіндісін тап дейді. Мынау не бәле? Қысқаша көбейту формуласы. А квадрат минус b квадрат деген. А минус b, а плюс b-ны береді. Тең 51. Соны жазып жатсам, менде сразу көзге түсті. Не түсіп тұр? X плюс y 17-ге тең екен. X плюс y 17-ге тең. Міне тұр ол. Мынаның орнына x плюс y тең 17 ғой деп қоя саласыңдар. Көбейтілген орнына просто 17-ні қоя салыңдар. Зато көбейту 17-не қылақтырамын, бөлу болып барады. 3 шықты. В итоге, қараңдар, мынаның орнына жеңілдетілген версия x минус y тең 3, астында x плюс y тең 17. Екеуін қоса салайыншы. X-ке қосам x-ті 2x, минус y-ке y-ті қосам жойылып кетеді. Теңнен кейін тоже қосу керек. 3-ке қосам 17-ні 20. Кейіп 2-ке бөлеміз. 10, жауабы x 10 шықты. Көрдің, қарапайым. Егер x 10 шықса, не қакеп қойыңшы? 10-ға қосам, y-ті орнына нені қосам? 17 шығады. Конечно, 7. Y 7-ге тең екен. Екеуін көбейт дейді. 10 мен 7-ні көбейтем. 70. Жауабы да. Келесі. Кері функция деген тағы 10-шы сынып атайыптар кері. Просто x пен y-тің орнына ауыстыра саласыңдар. И все. X тең болады 2y минус 1. Енді осы жерден y тең деп басталу керек. Y-ті алып қаласыңдар. Мына минус 1 не қылатырайыншы? X-тің қасына плюс 1 болып барады. Кейін көбейтілген 2-ні бөлем мынаған ба? Екеуіне де.
мына бір иксті бөлем екіге, бірді екіге бөлсем 0,5 икс болады. И бірді бөлем екіге 0,05. Жауабы А. Тақырып оңай, біз бұны өтеміз. Функция деген тақырыпты өтеміз. Почти соңғы кітаптардың біреуі. Тақырып оп оңай, жауабы А болады. Кері деген сөз просто икс пен y-тің орнын ауыстыра салыңдар. Түсінбей қалған балалар қайтадан бір қарайсыңдар ғой, міне y-тің орнына x, x-тің орнына y деп жазасыңдар, болды, есеп шыға салады. Қарапайым есеп. Дальше. Так, диаметрі 20 сантиметр тең шар центрінен 6 сантиметр қашықтықта жүргізілген қиманың ауданы. Мен бұл есеп геометрия қатты қиын емес, негізі түсіну керек. Шар дегенді мұны арбуз сияқты ойладыңдаршы. Арбуз деп ойлаңдар. Бұның диаметрі 20 болса, радиусы бұның диаметрден мынау ғой, міне диаметрдің сөзі мынау полный 20. Радиус деген оның жартысы. Мынаның жартысы. Демек радиусы 10-ға тең. Радиусы 10-ға тең. Радиус деген бәле былай тартсаң да бойбаймыз. Так, так, так. О, не ақиқат болмайды. Радиус деген қазір. Радиус деген. Былай тартсаң да радиус 10 болады. Былай тартсаң да 10 болады. Былай. Бүкіл жерге тартсаң да 10 болады. Бәрін білесіңдер ғой, иә? Радиусы 10 болады тек. Міне радиусы 10. Осыны шар центрінен 6 сантиметр қашықтықта дейді. Яғни центрін ұстап тұрамыз. Осы мынау бізде помните, полный 10 еді ғой мынау. Соның примерно 6 деп мына жерлерден алып 6 сантиметр өлшеп қима дейді. Кесіп жіберген. Былай кесіп жібереміз. Кескенде былай кесе алмайсыздар енді оны ше. Айтылатын зат былай ғой. Көздерің елестетіңдер, арбуз бар. Арбуз бүйтіп кесесің. Кескен кезде мына жақта не көрінеді десе, мына жақта қызыл іш жағы көрінеді. Не арбуз бұл жасыл. Кескеннен кейін бүйтіп қарасаң енді қызыл іш жағы көрінеді. Бірақ ол бізде қандай фигура болып шығады десе, кескен кезде арбузы домалақ шығады. Арбуз кесем дөңгелек, кесем дөңгелек деген сияқты. Дөңгелек шығады. Демек мына қиманы бүйтіп көрсетесіңдер. Мына жақта бүйтіп оп дөңгелек шыққан. Міне мынада бір дөңгелек шығады. Сәл бүйтіп кішірейтейін қазір, түсінікті үшін. Примерно осындай міне қима шығады. Қиманың ауданы дейді. Демек бұл дөңгелек негізі. Дөңгелектің ауданы пи р квадрат. Бұның өзінің радиусын табу керек. И біз не білеміз шеңбер жайлы? Радиусы 10 деп айтқанбыз, помните, мына жағы 6 екен. Мына жері 6. И оның радиусы 10 дейді. Радиусты былай тартып көрейік. Осы дөңгелекке қарай тартып көру керек обязательно. Радиусы 10 десе, пожалуйста, бүйтіп істемеңдерші. Мәссаған. Радиусты мына жаққа тартқан, басқа жаққа айдыла тартқан керек емес. Мына жаққа қойып қойсаң вообще түк пайда жоқ болады. Желательно манаған апару керек. Мына жаққа радиусы 10 болады. Демек не байқапсыңдар? Мына жақта 6, мына жақта 10. Мен всегда египет үшбұрышы деймін ғой. Анда мынау 10, мына жақта 6. Мен всегда египет үшбұрыш деймін. Египет үшбұрышын білетін балалар мына жақта резко 8 дейді. Білмесеңдер, ничего страшного, бағана Пифагормен теория саласыңдар. Пифагормен теория саласыңдар. Мысалы мынау бізде А болса, екеуін квадраттап, помните, аз айтамыз. 10-ның квадраты 100, 6-ның квадраты 36, 64 шығады. 30 бір астынан 8 болып шығады. Мына жер 8. Демек бұл қиманың радиусы 8 екен. Радиустың орнына 8 қоя салыңдар. 8-дің квадраты 64 пи. Жауабы Д екен. Келесі. Қарапайым есеп. Бірінші есепті ветпен жасайық, ответін не қоямын. Ответін не қылсаң, екінші есептің ответін не қылсаң. Бірінші дискриминант или вет өзен көресіңдер. Көбейтсек 8 қоссақ 6, 4 пен 2 ол. Жауабы 4 пен 2-ні әкеп қоямыз. 2 мен 4. Теңі бар нүктелер бойылады. Обязательно абайландар. Нүктелер бойылады. Кейін интервал бөлеміз. Үлкен дәрежеге қараңдар. Таңбасы плюс. Плюс демесеміз. Плюс, минус, плюс. И бізге айтады 0-ден кішісі. 0-ден кіші сөз минус аралықта қойсыңдар. Минус аралықты қойымыз. Дальше мына жерде көбейтсек 10. Көбейтсек 10. Қоссақ минус 2. Онысында жоқ. Дискриминантпен көрейік. Б квадрат минус 4 атса. Жауап минус 36 шығып кетті. Дискриминант минус бос жауап жоқ. Қарамай ақ қойыңдар. Қарамай ақ қойыңдар. Жауабы хоп. Минус 7-ден 4-ке дейін. Плюс 7-ден 4-ке дейін. Тік жақша обязательно. Обязательно тік жақша. Дальше.
теңдеулер тригонометриялық теңдеуі квадрат болса плюс минус деп шығарып жүрмеңдер, дәреже төмендетеміз. Дәреже төмендету деген формула бар. Косинус квадрат х тең болады бір плюс косинус 2х бөлінген 2. Дәреже төмендету керек обязательно. Бір плюс косинус 2х бөлінген 2. Тригонометрия өтпеген балалар мына видеоны бір примерно қарап түсініп алыңдар, бірақ біз бұны әлі ешқай группамен өткен жоқпыз. Тең болады бөлінген 2 не қыла тұрайын, көбейту болып барады. В итоге так, 2-ні көбейтемін бірге 2, плюс 1 не қыла тұрайын, азайту болып барады. 2-ден астан 1-ді 1 шығады. Дальше косинустың формуласы плюс минус арк косинус деп басталады. Бірақ бұл жерде бізде бір кезінде дербес жағдай деген бар, готовый формула. Мынау дәреже төмендету, дәреже төмендету, косинус x тең бір кезінде дербес жағдай деген бар, дербес жағдай. Косинус бір кезінде 2 пи n деген формула бар. Бұл дайын формула. Өтеміз бұны. Косинус бір кезінде дербес жағдай 2 пи n. 2х тең болады, бір кезінде 2 пи n дедік. Көбейтілген 2 міне бөлу болып барады. 2-ні 2-ге бөлеміз. 2 мен 2 жоғаты жауап просто пи n қалады екен. Жауап атса. Түсінбей қалған балалар ничего страшного. Бұны біз өтеміз әлі. Дальше. Шектелген фигураны аудан алдын сабат айтқан интеграл. Енді бұл жерде интеграл аламыз, x квадрат минус 6x дегеннен интеграл алу керек тұр. Бірақ қандай аралықтан сандар болу керек обязательно. Ол санды табу үшін беріліп тұрады өзі негізі. Немесе берілмесе, берілген екі функцияны қиылысқан жердегі мәндер ғой. Екеуін әкеп қиылыстыру керек болады. X квадрат минус 6x пен 0 деген функцияны теңестіресіңдер. Мынау бізде квадрат теңдеу дискриминант емес, толымсыз квадрат, сондықтан жақшаның сыртына x шығарып аласыңдар, иә. X шығады, x шығып кетсе 6 қалып қалады. Тең 0. Әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. 0 мен 6 шығады, осы мәндерді алу керек. Помните, алдыңғы тест айтқам, үстіне үлкен, астына кішкентайын аласыңдар. 0 мен 6 деген аралықты аламыз. И интеграл дәрежеге 1-ді қосып, соған бөлесіңдер. Интеграл міне не қаржайын формуласы. Просто дәрежеге 1 қосылып, сол санға бөле саласыңдар, и все. Қыранда x квадрат ет, дәрежесіне 1-ді қосайықшы. X куб бөлеміз сол кубқа. Минус 6 сан по себе тұра берсін. X-тің дәрежесі 1. Дәрежесіне 1-ді қосам, 1-ге 1-ді қосам 2, сол санға бөлем. Демек интегралымыз x куб бөлінген 3, минус 6 мен 2 жойылады. Жойылады ма, қысқарады. 6 мен 2 қысқарады, жауабы 3x квадрат. Болды, интеграл алынды. Кейін 6 мен 0-ды қоя салу керек болып тұр. Бірінші үлкеннен бастайсыңдар. 6-ны әкеп мына қоямыз. 6-ның кубы 216 болды қанша? 6 көбейту 6 көбейту 6. 216 бөлінген 3 минус 6-ның кубын әкеп мына қоямыз. 6-ны қоямыз. 6-ның квадратын көбейтем 3-ке. 6-ның квадраты 36, оны көбейтем қазір 3-ке. Калькулятормен шығарсаң 216-ны бөлем 3-ке. Так, 72 минус 3-ті көтем 36-ға 108. Азайтсам менде минус 36. Бізде бұл шектелген фигура ауданы минуспен шыққанса, бұны аудан болғанда минус деген аудан жоқ, плюспен ала беріңдер. Жауабы С шығады екен. Интеграл тоже енді өтеміз, балалар. Смело. Оншақты қиын тақырып емес. Дальше. Айныманың қандай мәндерінде мына өрнек және мынау қосындысы 24-тен кіші дейді. Окей. Екеуін қосыныс деме қосамыз. 51 минус 17 т қосылған 39 плюс 23 т 24 т-дан кіші болады дейді. Окей. Кәдімгі теңістік қана. Т-ларын бәрін бір жаққа жинайық. Минус 17-ге қосам 23-ті болады 6 т, 24-ті бер тартайықшы. Минус 24 келеді. Сандар не есеп түрінде бәрін ар жаққа лақтырайық. 51-ге қосам 39, 90, не қылатырамыз, минус 90 болып барады. Талар шашылып тұр, азайтсақ, минус 18-ті кіші минус 90-нан минус 1-ге обязательно көбейтесіңдер. Сол кезде внимательный балалар бал алады.
Қалай? Минус пен минусқа өтемін, плюс болады. Минус бірге өтемін, таңба өзгереді. Минус бірге өтемін, 90. Жауабы көбейту 18 бері қарай бөліп барса, 90-ды бөлеміз 18-ге. Жауабы 5 шығады, иә? Үлкен 5-тен дейді. Яғни бізде т деген какой-то бір ось бар. 5-тен үлкен мәндер дейді. 5-тен ақиқат шексізге кетіп жатыр. Жауабы д екен. Д вариант. Келесі. Қабырғасының ұзындығы 2 сантиметр, оған іргелес бұрыштарының қосындысы 150 градус болатын үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. 9-шы класс. Бұны өткен жоқпыз сендермен бірге. Бұған үш бұрыш сызып, кейін шеңбер деп шеңбер сызып отырудың керегі жоқ бұған. Себебі болытта просто формула білу керек. Синустар теоремасы. Мен жазғаншы сендерге. Ұзындығы 2 сантиметр болатын, оған іргелес деген сөз, мына екеуін қоссақ 150 градус дейді. Екеуі айтылмаған градустар екен, бірақ екеуін қосындысы, іргесіне жатқан бұрыштардың қосындысы 150 градус дейді. Үшіншісі қанша болады? Қызғалдақ көрейікші. Үшіншісі. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градуста. Мына екеуін қосса 150 шығып тұрса, 180 шығу үшін бер жағы 30 градус екен. Демек, мына екеуі айтылмаған қанша, бірақ екеуін қосса, қосындысы 150, үш бұрышта 180 болу керек. 150 міне тұрса, қалған 30 мына жақта. Иә? Дейміз бүйтеді. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу үшін бұл жерде синустар теоремасы деген келеді көмекке. Синустар теоремасы. Синустар теоремасы енді өтеміз. Қарама жатқан қабырғаның бұрышқа қатынасы тең болады 2r деген формула бар. Синустар теоремасы. Бұл жерде r деп тұрған сол сырттай сызылған шеңбердің радиусы ғой. Қараңдаршы, қарсы жатқан қабырға мен бұрыш бар ма? Бар, как раз. Міне бұрыш пен қабырға бар, как раз. Аламыз 2-ні бөлеміз синус альфаға, яғни бұрышқа. Синус 30-ға тең болады 2r. Мынаны есте алайықшы. 2 синус 30 дегеніміз ол бізде кестеден білеміз 2-ден 1, бұл сатылы бөлшек, 2-ні көбейтіледі, 2, 2, 4. Демек, мына жақта алдық, бұның жауабы 4 шығады екен. 2r тең 4, радиусымыз көбейту 2-ні бөліп барады. 4 бөлеміз 2-ге, радиусымыз 2 екен. 2-ден жауап. Яғни сырттай сызылған шеңбер радиусын тап десе, негізі формула көп, бірақ оның біреуі синустар теоремасы. Бұны қашан қолданамыз? Егер қарамағыштың қабырғамен бұрыш берілсе, осы теореманы қолданыңдар. Өз синустар мен косинустар теорема екеуі бар, четкий. Кез келген үшбұрышқа келе береді. Дальше туынды 10-шы сынып. Туынды деген сөз просто дәреже, наоборот, интегралда дәреже қосылып бөлінеді ғой. Бұдан наоборот дәреже түсіп бірге келмейді. 5 түседі, дәреже бірге келіп қалады. Қараңдаршы, мысалға жауап, мысалы x 7 дәрежеден туындалды десе, 7x бірге келіп деп 6 болып қалса деген сияқты. Мына жерде туындалсақ, туынды штрихпен белгіленеді. 7 алдына түседі, и дәрежесі бірге келіп қалады. Бірге келіп қалады. 7 емес, 6 болып қалады. Болды. Деген затына вариант тұр екен. Осыны белгілеп жүрмендер. Туынды деген бәле ішінен де сезіндім мен. Туынды 7-тен алдым, вау, мәз болып жатсыңдар, бірақ ішінен тағы туындалу керек болады. Ішінен туындаламыз. 3x-тен туындалсақ, вау, 3x-тен туындалсақ, 3x-тің туындысы 3-ке тең, ішінен туындаламыз. 3 шығар. Жауабы 7 мен 3-ті көтсем 21, 3x минус 5. Алдымыз. Иә, қызмет сабақ отырмын. Жауабы рахмет, қызым. I love you, сен тоже. Жауабы мынау, жауабы деген. Мынау сол ютубқа кетеді. Привет дейсің бе? Привет. Сен көрінбей тұрсың. Ал айтайын привет. Ютубтан көреміз екеуміз. Мынау асылым достар. Мынау асылым ғой. Ютубқа кетеді. Болды, қызым, сабақ өтейміз. Өткеннен сабақ көрсем, иә? Ютубтан көресің, иә? Папа, не асылымға I love you мен жазбаймын. Болды, қызым, жазып қойдым. Болды, мен сабақ өтейін, иә? Өзің жасайсың. Потом жасасын, иә? Қазір емес. Жақсы, келесі. Потом, қызым. Жаздым саған, иә? Шардың радиусы 4 сантиметр болса, онда оның бетінің ауданы дейді. Это формула, қыздар жігіттер, геометрия. Формула білу керек болып тұр. Шардың бетінің ауданы дейді. Формула бар.
Просто 4 пи r квадрат. 4 пи радиусымыз бар екен, радиустың квадраты. 4-тің квадраты 16. 4-тің квадраты 16, 16 төртке өтемін, 64 пи. Мынандай оңай есеп тұр ғой, қыздар жігіттер. Просто былай қарасаң, шар радиусы ойбай берілген бетін формула білсең, шашып тастайсың ғой. Оп оңай. Оп оңай. Келесі логарифм. Бәріміз өткенбіз бұны. Теңдеу кезінде лақтырамыз. Логарифмнен құтылайық. Түбір астында 2х плюс 1 тең болады 3-тің, мынау дәрежесі болып кетеді. 3-тің 1 дәрежесі болып кетеді. Кейін түбірден құтылу үшін кез келген оқушы біледі, квадраттаймыз. Себебі квадрат пен түбір қысқарады да ішіндегі өрнек қалып қалады. 3-тің квадраты 9. Х тау керек, плюс 1-ді бері тартайын, лақтырамын, азайту болып барады. 9 астан 1-ді 8, көбейту 2 лақтырамыз, 4. Бірақ жауабы 4 шығып тұр. Логарифм деген бәледі тексеріңдер, обязательно. 4 шықса да белгілеп жүрмеңдер. Тексере салыңдар, 4-ті қоямын. 2 4 8, 8 91-ді 9, уф. Яғни плюстан шықса ғана қабылдандар. Кейде минустан шығып қалуы мүмкін. Ол кезде алмайсыңдар. Келесі теңдеулердің жүйесінің шешімі мына екеуін қосыңыздар, иә. Так, мынандай есептер болған сияқты. Мына шығар жолы бар. Ну, 5-дің х дәрежесі минус 5-дің y дәрежесі тең 100. Дәреже қосу кезінде мен баға айтқанмын, олар көбейтілген до этого. Бөлек жазып алайықшы, 5-дің y дәрежесі тең болады 3125. Так, қыздар жігіттер айта салайын, это негізі оңай есеп, бүйтіп шығармай ақ қойса да болады. Қараңдар, 100 шығуы мүмкін 5-тің қандай дәрежелерінен. 5-тің квадраты 25, 5-тің кубы 125, 5-тің 4 дәрежесі 625. Өте көп болып кетті. Скорее всего, 5-тің кубы шығар. 5-тің кубы 125-тен азайтсам квадратын. 5-тің кубы 125-тен азайтсам 25 100 шығады. Аңғарасыңдаршы? Жауабы 3 пен 2. Сенбесін 3 пен 2-ні қойып көрейік. 3-ке 2-ні қосам 5. 5-тің 5 дәрежесі. 5-ті өзіне 5 өліп кетемін. 1, 2, 3, 4, 5. Шығып тұр. Болды, жауабы 3 пен 2 деп неғып қойса болады. 3-тің квадраты мен 2-нің квадраты деп. 3-тің квадраты 9, 2-нің квадраты 4, 13 шығады деп шығара салатын есеп қой негізі. Бірақ кейбір балаларға шығар жолы керек болып қалар. Көрсетейін, бірақ мына есепті мен бүйтіп шығарып отырмаймын, запомните. Бүйтіп шығарған долго. 5-тің х дәрежесі екі жерде қайталанған, қайта-қайта жаза бермей а дейін, 5-тің y дәрежесін жаза бермей, қайта-қайта б дей салайыншы. Есеп былай болып отқанда мынаның орнына а деп жазамын. А минус б тең 100. Кейін а мен бұны көбейтсем 3125 деп есеп жеңілдеп қалады. Бұл жерде а деп тұрғанымыз не? Орын алмастыруын шығарамыз қазір. 100 неға плюс 100 плюс б болып барады екен. А-ның орнына 100 плюс б деп қоямыз. Мына А-ның орнына 100 плюс б деп қоямыз. Тең 3125. Жақшаны ашамыз. 100-ті, 100 б плюс б мен бны өтеміз, б квадрат тең 3125. Мына квадрат теңдеу дискриминатив етпен шығарамыз қазір. 100 б квадрат плюс 100 б 100 б и 3125 бер тартайық. 3125 тең 0. Мен ветпен шығарамын, көбейтсем 3125 қоссам дискриминантпен шығарсаңдар да болады, айттым ғой. Қоссам минус 100 шығу керек. Қандай сандар? Минус 125 пен ойбай емес. Так, не қандай сан болып тұр бұл жерде, значит. Кемеде орнына қойдым, аштық дұрыс. Көбейтсек минус 3125, қоссам минус 100, минус 125 пен бағаны 25 қой сол. Минус 125-ке қосам 25-ті, жауап минус 100 шығады екен. Көбейтсем минус 3125 шығады. Демек бұл жерде тұрған б-мыз минус 125 және 25. Бұны орнына келіп обратно қояйын. Б деген помните, жаңа айнымалы енгіздім ғой. 5-тің y дәрежесі тең минус 125. Ондай сан жоқ. 5-тің дәрежесі минус болмайды. Және 5-тің y дәрежесі тең болады 25. 25 деген не болды десе 5-тің квадраты. 5 пен 5 жойылады, y тең болып тұр 2. Бағанағы 2 деп айтқан ең тапты, короче. Дальше не істейміз, дальше мына жаққа келіп қоя салыңдар. Дальше мына жаққа келіп қоя саласыңдар. 5-тің x плюс y дәрежесі, біз y-ті 2-ген білдік, тең 3125. Ол деген 5-тің 5 дәрежесі. Екеуі жойылып кетсін, жауабы x плюс y тең болады 5, x тең болады 3. Жауабы 3 пен 2. Ол жауабы осылай шығады. Ну, долго. Шамалы логиканы қосып отырыңдар. Кем оралған. Өсу кем оралық деген бар.
бұл жерде 10-шы сыныптың тақырыбы көмектеседі сендерге. Туынды өсу кем аралығы деген сөз функцияны туынды алып нөлге теңестіресіңдер. Окей. Өсу кем аралығы туынды аламыз. Үш алдына түседі. Мына қараңдар міне. Туындысы үштен бір тұр. Үш алдыға түседі, дәреже бірге кем қалады. Дальше. Это минус, иә. Дальше. Екіден үш тұр. Мына дәреже алдына түседі. Дәреже алдына түседі. Екі. Х бірге кем қалады, дәрежесі х болып қалды. Плюс 2х-тің туындысы 2 болады. Туындысын алдым, нөлге теңестіремін. 3 пен 3 қысқарып кетеді. Х квадрат. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Минус 3х плюс 2 тең 0. Дискриминант вет немесе коэффициент. Бірге қосам 2-ні 3-тен 3 алсам 0 шығады. Жауабы 0 шықса жауабы 1 және с бөлінген а. С бөлінген а. 2. Жауап 1 мен 2 шықты. Енді өсу кемуден сөз логично. Плюс минус деген темалар ғой. Қараңдар. 1 и 2 кезінде қай кезде өседі екен десеңдер, интервалға бөлесіңдер де туындының мәніне қарайсыңдар. Туынды квадрат үлкен дәреже таңбасы плюс деп тұр екен, плюстен бастайсыңдар. Плюс минус плюс мына аралық плюс дегендер бұл өсу аралығы. И минус деген логично кем аралы. Өсу аралығын сұраса, минус x-тен 1-ге дейін, 2-ден x-ке дейін болады. Тура осы есеп. Кем аралығын сұраса, мына жерге саласыңдар. Кем аралығы тап нүкте боялған екен, 1-ден бастап 2-ге дейін. Кем аралығы 1-ден бастап 2-ге дейін. Жауап атса. Дальше. Дальше. 19 ендігі етпіз, диагональдары 30 сантиметр және 80 сантиметр болатын төрт бұрыш берілген, төбелері берілген төрт бұрыш қабырғаларының орталарында жататын төрт бұрыштың периметрін табыңыз дейді. Енді диагональдары 30 және 80 болатын төрт бұрыш дейді. Это означает, что бұл нефтен бір төрт бұрыш болу керек какой-то. Мен постараюсь бір тік төрт бұрыш емес қой, тік төрт бұрыштың диагональдары бірдей ғой бұның. Диагональдары бірдей емес екен. Демек тік төрт бұрыш емес, бір басқа бір төрт бұрышты аламыз қазір. Өзге төрт бұрышты алайық былайынан. Трапеция ұқсас емес, бір басқа төрт бұрыш ала тұрсыншы қазір. Оп. Оп. Енді өтірік жасалын. Мына яқ былайынан 30 болса, былайынан 80 деп қарайық жарайды. Ұқсамайды, бірақ жарайды. Енді қараңдаршы, енді төбелері берілген төрт бұрыш қабырғаларының орталары дейді. Ортасын алайын. Ортасын алайын. Нормально, біреудің фоқысында. Иә. Орталарын алайық. Орталары екен көрсіп қойық. Енді қараңдар. Қабырғалардың орталарынан төрт бұрыш шығады дейді. Қабырғаның орталарынан төрт бұрыш шығады, қараңдар. Бір басқа цветпен алайын, көк емес цветпен алсақ. Көк. Міне. Оп. Оп. Ойын аяқ болды. Былай кетті. Төрт бұрыш. Былай кетті. И былай кетті. Осы жерде ортасына құру керек. Былай кетті дейді. Енді қараңдар. Осы жерде бізге көмектеседі үш бұрыштың ортасығы деген бар. Қараңдаршы, шындай бүйтейінші, бір мысал келтірейін. Бір үш бұрыш бар деп ойлайық, любой үш бұрыш бар деп ойлайық. Осыны алайық та былай ортасығы деген сөз. Мына ортасын аласыңдар, тура бүйтіп пополам бөлеміз. Мынаны ортасын аласыңдар, тура пополам бөлесіңдер де, осыны қоссам, ортасық деп аталады. Ортасықтың қасиеті бар. Табаны мысалға 30 болса, оның жартысына тең болады. 50 болса 25, 60 болса 30, 30 болса 15 деген сияқты. Мына жерде қараңдаршы, сол тема тұр ғой міне. Мына жерде сол тема тұр міне. Үш бұрышпен бүйтіп істеп қояйын қазір. Қойып қойын сендерге. Тура осы үш бұрыш тұр міне. Міне. Мына үш бұрыштан тұр. Мына жерде қалып тұр. Міне. Міне. Екеуі ұқсайды. Мен айтқан бағана диагоналі 30 болсыншы деген. Демек көкпеңбек тұрған линия бұл ортасық. Бұл 15 болады. Мына бір жерде тоже үш бұрыш тұр. Міне тоже бір фиолетовыймен көрсетейін қазір. Фиолетовый ма, қандай сөз? Не дейді? Лиловый дейді. Короче, мына жерде тоже бір үш бұрыш тұр. Міне. Мына бір 30. Қарасаңшы міне. Оп, оп, оп. Орталарын қосқанбыз, мына ортасы. Мынау ортасы мына жер. Егер не 30 болса, оның ортасы 15 болып шығады. Міне, 30 болса, ортасы 15 деген сияқты. Көрдіңіздер ма? И не пайда болған жаңа төрт бұрыштың уже екі қабырғасын тауып алдық. Былайынан қарасыңдар.
міне былай қарасаңдар, тоже бір үшбұрыш тұр. Оның табан баны бір диагональ 80 деген. Бітейін сендерге бір бірімен келтірейін. Бір үшбұрыш болсын. Осы үшбұрыштың орталарын қосайықшы қазір. Орталарын қоссам, ортасы қайда болады? Мына жағы 80 болса, мына жағы 40 деген сияқты. Мына диагональ баны 80 еді, полный. Мына жағы 80 болған диагональ. Осының ортасы 40 болады, мына жағы 40, мына жағы тоже 40. Міне тоже бір үшбұрыш тұр. Ал лиловый ма, сонымен көрсетейін. Міне бір үшбұрыш тұр. Міне бір үшбұрыш тұр. Мына жерде бір үшбұрыш болады. Міне үшбұрыш. Лиловыймен көрсетейін. Оның аяғы 80 болса, ортасығы 40 болады екен. В итоге пайда болған төрт бұрышты қарайықшы, міне тұр. 40, 15, 40, міне 15. Периметрін сұраған, бәрін қосыласыңдар. 40 пен 15-ті қосайын, и 10-дан екеу. Міне 40-тан екеу, 15-тен екеу, просто екіге көйте саламыз. 40 пен 15-ті қоссам, 55, көтемекке 110. 110 ба? Дұрыс қой. 110. Так, 15 плюс 40 өтемекке 110 екен. Жауабы да. Келесі. Дұрыс қой, иә? Геометрия проекцияның жалпы мүшесі осындай. Алғашқы алты мүшесін қосыңыз дейді. Геометрия прогрессияның формуласы бар. Алғашқы алты мүшесін тап десе, бір минус q-дің алты дәрежесі бөлінген бір минус q деген. Бұл жерде тұрған бір кереккен. N-нің орнына бірді қойып көрейікші қазір. N-нің орнына бірді қойып көрейік. 3 көбейтілген 2-нің бір дәрежесі деп жазсам, N-нің орнына бірді қойсам, бір шығады. В итоге 2-нің бір дәрежесі 2 көбейтілген 3-ке 6. Не бір как раз аттым. 6 көбейтілген 1 минус q керегенді. Q деген сөз ол формула бар. B2-ні бөлеміз B1-ге. B2-ні бөлеміз B1-ге. B2 керек болып тұр срочно. B2-ні тауып үшін n-нің орнына 2-ні қойып көрейік. N-нің орнына 2-ні қоямыз просто. N-нің орнына 2-ні қойсам 3 көбейтілген 2-нің квадраты. 2-нің квадраты 4. 4 өтім 3-ке 12. B2-ні таптым 12 екен, B1 таптым 6 екен, 2-ні бөлсем менде 2 шығады. Демек, q деген менде 2 болса, q-дің орнына 2-ні қойықшы. 2-нің 6 дәрежесі 1 минус 2. Жауабы 6. 2-нің 6 дәрежесі 64. 1-ден алам 64-ті минус 63. 1-ден алам 2-ні минус 1. Мына минус пен минус жойылар. 6 мен 63-ті өтсем 360, 378. Жауабы А екен. Тоже геометриялық прогрессияға енді өтеміз. Қыздар жігіттер қиын болып көрініп тұрса, жаймен таса кетіңдер, оған көңілдерін бөліп, настроенияларын түсіп жүрмесін. Так, окей. Дальше. Түзуіне параллель болатын түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Түзудің теңдеуі x минус x 0 m дейін. Y минус y 0 n дейін. И z минус z 0 k дейін. Короче, мынағандар түзудің теңдеуі x 0, y 0, z 0 дегендер бұлар нүктелер. x0, y0, z0 деген нүктелер. Нүкте. Мен нүктені беріп қойған. x0, y0, z0 дегеннен алар міне. x0, y0, z0 деген осылар. Әке болған орнына қойса көріп тұр. Мына мен калаға теспей қойыңдар. x минус x0-ның орнына 2-ні қоямыз. 2. Мына астындағылар қатып қалған. Астына теспейік. Y минус y0-ның орнына минус 1 тұр. Формуладағы минус пен бірге минустың өзі плюс 1 болып кетеді. Және z минус z0 деген бізде z0-ның орнына 1-ді қойсыңдар. Осыны жауап болу керек. Мен осыны жауап болу керек болып тұр. Жауабы Д. Келесі есеп. Яғни есеп алып жауабыңа y-дің орнына минус 3,6-ны қойсаңдар дейді. Қоймай тұрайықшы, қараңдаршы мына жерде. Y квадрат минус 3y-тен де екеуінде y бар. Y-ті шығарып алсақ. Астында қысқаша көбейту формуласы тығып тұр екен. Мынағандар астында қысқаша көбейту формуласы тығып тұр. Бұл бізде y минус 3-тің квадраты. 3-тің квадраты, y-тің квадраты ортасында 2 еселенген. 3-те 2 өтінер, 6 шығып тұр. Демек, точно формуланы қысқаша көбейту формуласы. Екеуінде 3 бар. 3 шығарып аламыз. Y плюс 9-ны шығып кетсе 3 қалады.
астына формула а квадрат минус б квадрат бүгіндікке көп кездесті. Y минус 3, Y плюс 3. Бірінші мына жақшаны шығарып алайықшы. Қарасыңдар мына это y минус 3, астында y минус 3 бар, қысқартса болады көбейту кезінде. Мына біреумен мына біреу кетіп қалсын. Мына y плюс 3 бар, y плюс 3 бар екен, қысқарып кетті. Қалды бізде қысқармай. Y астында y минус 3, үстінде 3 қалды қысқармай, астында y минус 3 қалды. Сөйтсек, мынаған ортақ бөлім дайым тұр. Y минус 3 дей салыңдар. Алымын бір тірек y минус 3. Сөйтсек, любой өрнекті өз-өзіне бөлсек, y минус 3 пен y минус 3 жойылады да жауабы 1 қалады. Короче, мына жақша деген обманка қарасыңдаршы. Жесткая обманка. Аның орнында бір тұр екен ғой, оказывается. Короче, мына есеп жымдалып қойған ғой. Бір көбейтілген бір минус 3 бөлінген y-тің орнына минус 3,6 дей саласыңдар болды. Жақша просто адам уақытын құрту үшін сендерге ол бірлерді алдап беріп қойған екен, оказывается, кейбір балалар просто y-тің орнына минус 3,6 мына жаққа қояды ғой бәрін, прикиньте. Так, мына жаққа қояды, как бүйтеді. 3,6-ның квадратын табамын, калькулятор салады, потом 3,6-ны 3-ке көбейтемін, ойбай, оның квадраты, оны 6-ға көбейтемін, потом оны бір-біріне азайтып 9 қосамын, это ұзақ тема болып кетеді, в общем. Егер сендер это формуланы көрсеңдер, сәл уақыт экономить етесіңдер, көріпсіңдер ме, мына. Короче, дальше. Мына алдында минус пен мына минус плюс болып кетеді. Мына бір жазбай ақ қойса болады. Себебі бірді любой өрнекке өтсеңдер, сол өрнектің өзі шығады. Бір жазбай ақ қояйық. Бір, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. 3,6-дан 3. Ортақ бөлім бере салайыншы. 3,6 бөлімде бар, мынада жоқ, берейін. 3,6. 3,6-ны көбейтемін 1-ге, 3,6, қосам 3-ті, 6,6. Енді бір-біріне калькулятормен бөлсеңдер есеп жыбы шықпайды. Қиналып қаласыңдар, лучше өтерін жылжытып салыңдар. Бір өтір жылжытам 66, бір өтірін 9 жылжытам 36. Мынадан біреу, мынадан екеу жылжытуға болмайды. Бірдей количество жылжытасыңдар. Екеуі де 6-ға бөлінеді. 6-ға бөлем 11, 6-ға бөлем 6. 11-дің ішінде 6 бірлік бар. Қалғаны 5 алып қалады. Жауабы, жауабы Д. Бүкіл жауаптар это Д болды ғой. Дальше. Тоже. Это дәреже тақырыбы, иә. 2-нің x дәрежесі көбейтілген 3 дәрежелі түбір деген сөз 3-тен 1 барлығы біледі, иә. Мынау 5-тің кубы ма? Мынаның кубы еще сыртында оның 3-тен 1 түріне қараңдар. Не көріп тұрмыз? 3 пен 3 жойылып кетеді. Қалып қалады 2-нің x дәрежесі, 5-нің x дәрежесі минус 1 тең 200. 2-нің x дәрежесі, біз баға айтқанбыз, 7-ші сыныпта айтқанбыз, дәреже азайту кезінде олар бөлінген десіп жазылайыншы. Десем, қараңдаршы, бөлінген 5-ші түріне қылақтырайын. Себебі x-і жоқ. 2-нің x дәрежесі мен 5-нің x дәрежесін көбейтемін, тең болады. 5-ті бері көбейтсем 200-ге 1000 шығады. Мынау что-то 1000 деген 10-ның кубы еді ғой. 2 мен 5 өтсем, ол 10. Еще x-ті былай жаза бермей, ортақ жазса болады. Бүйту керек қана жерде. Қараңдаршы. Мынада x бар, мынада x бар. X-ті шығарып аламын да 2 көбейтілген 5 деп жазу керек өстіп. 2 мен 5 өтсем 10-ның x дәрежесі. Это 10-ның кубы. 10 мен 10 жойылады, жауабы x тең 3. Жауап просто 3 болады. Дальше. Түспей қалды ғой. Дальше. Теңсіздігінің шешімі дейді. Ортақ бөлім беру керек болады, не қатаушы. 2-ні бері тартып алайық. X минус 1, X плюс 1, X минус 1, минус 2 үлкен нөлден. Это обязательно мамажа қарау керек, қыздар жігіттер. Ортақ бөлім береміз ғой, бірақ мамажаны ұмытпау керек, обязательно. Бөлімде x бар, мынада жай ғана x бар ма, жоқ, береміз. Мынада жай ғана x бар ма, жоқ, береміз. Мынада x минус 1 бар, мынада бар ма, жоқ, береміз x минус 1-ді. Мынада x минус 1 бар, мынада x минус 1 ма, жоқ, береміз x минус 1-ді. Ортақ бөлім беремін. X пен аны көтемін. X квадрат, X пен 1-ді көтеміз. Минус X. Это негізі қысқаша көбейту формуласы тығылып тұр. Мен бірақ бүйтіп шыға берейінші. Минус 1-ді көтемін X-ке. Минус X. Минус 1-ді көтемін минус 1-ге. Плюс 1 шығады. Кейін мен айтқан бағана алдына тұрған минусты абайлаңдар. Мына минус деген қазір бәріне әсер етеді. Мына минус бүкіл мынаған әсер етеді қазір. X-ті көтемін X-ке, X квадрат. Алдында минусы бар. Минус X квадрат болады. Кейін 1-ді көтемін X-ке. 1X. Алдында минусы бар. Минус 1X болады. Дальше минус 2, бекен бірінші көтіп 2x, и жақшаны кейін ашылайын.
осы жерде орта бөлімді ұмытып кетіп бара жатырмыз. Себебі это орта бөлімді ұмытпау керек. ММЖ обязательно. ММЖ бөлшектің бөлімі тең емес нөлге. Ұмытпаңдар. Бөлшектің бөлімі тең емес нөлге. Мынау да нөл емес, нөлге тең емес деп жазыңдар. В итоге тең емес мына бірге. Мына екі жауапты ұмытып кетпеңдер. Комментарий. Дальше. Квадрат бар примерно бір. Ана ұмытып кетті қойшы. Үлкен нөлден деп, иә? Тең дейсің. Алма тең нөл болып тұр, тең. Примерно квадрат бар, қысқаша дискриминировать етпей шығу керек болады ғой. Так, x квадрат пен x квадратты азайтсақ, жойылып кетеді. Мына x-тер шашылып тұр екен. Минус 1 x, тағы минус 1 бар. Общий минус 3x шығып тұр. Дальше сан это плюс 1 тұр. И шашын ашып көрейік. Минус 2x x өтемін. Минус 2x квадрат. Минус 2x-ті минус 1-ге өтеміз. Плюс 2x. X-ті бірінші жазып қой. Квадратты бірінші жазып қойып үлкен дәреже. Минус 2x квадрат. Кейін минус 3x пен плюс 2-ні қоссам минус x қалады. Плюс 1 тең 0. Бәрі минус 1-ге өтейін. 2x квадрат плюс x минус 1 тең 0. Дискриминантный вет. Ветпен шығаршы, мына жерде сан болмау керек, иә? 2-ді мынаған қарызға бере тұрайық пока что. Көбейтсек минус 2, қоссақ минус 1. Қандай сандар? Минус 2 мен 1, минус 2 мен 1. Жауабы минус 2 мен 1 шығады. Бірақ қарызға берген 2-ні ұмытпаңдар. 2-ге бөлеміз. Минус 1 шығады екен, және 2-ден 1 шығады. Короче, бір теңістік, айтам всегда, бір теңістік бір сурет болады. Бір-ақ сурет болады. Қандай жауаптар шықты, соның бәрін енгізесіңдер. Міне минус 1 бар екен, минус 1 енгізіп қойын. 2-ден 1 бар екен, 2-ден 1 енгізіп қоямын. Мыналар да бар айтпақшы. 0-дан кетпеңдер. 0-на жетіп болады, себебі 2-ден 1 ол 0,5. 0-дан сәл үлкен, және 1 бар екен. 0,5-тен үлкенірек болады. Бәрін, қанша жауап шықты, соның бәрін интервалға салып бөлесіңдер де таңбаға қарайсыңдар, үлкен дәрежені сұраңдар. Үлкен дәреже міне тұр. Мынаған қарайсың жарайды. Мынаған қарай минустан басталды. Минус, плюс, минус, плюс, минус, үлкен нөлден плюсті қойсыңдар. Минус 1-ден 0-ге дейін, 0,5-тен 1-ге дейін екен. Жауап. Дальше. Жауап, иә? Дальше. Интеграл. Вау. Шықты екенсің сен. Интеграл. 2х минус 5-те интеграл ғой. Қағазмен сабақ күте тұр. 2 теспеге 2-ні шығарып қойықшы. X минус 5 дәрежесіне интеграл алсақ. Так, дәрежеге 1-ді қосып соған бөлеміз, иә? Дәрежеге 1-ді қосамыз, помните интегралда? Минус 5-ке 1-ді қосайық. Минус 4, соған бөлеміз. В итоге астында 1 бар. Мынамен қосамыз. Қызым сен мен жауап тұрсың. Минус. Астында 2 қылып қойған. Дәрежеде минус болса, ол төңкереді, иә? 1 бөлінген 2. Мына x минус болса, төңкер жүрек x-тің 4 дәрежесіне түсіп кетсін. Бит басталып тұрған c емес, d емес екен. Дальше. Енді чисто интегралына формула ғой. 1 бөлінген синус квадраттың интегралы болады минус котангенс квадрат. Котангенс болып шығады. Формула болады енді. Бірыңғай формула. Синус квадрат деген бұл бізде минус котангенс деп береді. Минус котангенс береді. Минус котангенс деп тұратын бар ма? Минус котангенс. Жауабы А. Жауабы А болып тұр екен. 5 қақтан шықты, иә? Қараңдар. Котангенс өзінің 15 тұра берсін. Котангенс ішінде 3х минус 2. Кейін ішіне, помните, туынды ішінен тағы капат етем ғой. Капат етесіңдер ішіне. Синус төке көрдік. Ішінде 3 бар. Сол көбейтілген ішіне наоборот бөлу болып барады. 3 пен 15 қысқарады, 5 алып қалады. Сол үшін 5. Қыздар жігіттеріне интегралды енді өтеміз. Жарай ма? Примерно түсіндіріп кетіп жатырмын. Контекстке қаппыз. Ол контекст келдік. Сатушы 180 килограмм алманы бірнеше күнде сатып бітірді. Әрбір күні сатылған алманың массасы алдыңғы күннен 2 килограммға кем дейді. Бұл значит прогрессия. Бірдей затқа кеми беретін болса, немесе арта беретін болса прогрессия. Бірінші және соңғы күндері сатылған алмалар
Массасының қосындысы 30 килограмм екен. Вау. Сұрақ. Сатушы бірінші және соңғы күндері сатылған алманы есепке алмағанда барлығы неше килограмм алма сатты дейді. Барлығы 180 килограмм алма. Оны бірінші мен соңғы күні есептемеді дейді. Есепке алмады дейді. Значит, 30-ды алмаймыз. 150. Ой. Жауап атса. Жауабы 150. Оп, оңай сияқты мынау. Бірінші және соңғы күндері сатылған алма массасының бірінші және соңғы күндері 30 болды. Сатылған алма массасының қандай бөлігі? Барлық сатылған алма 180. Қандай бөлігі десем, екеуі тек бөлейік. Екеуі де 30-ға қысарады 1, 30-ға қысарады 6, 6-тан 1. Жауабы С. Дальше. 9-шы күні сатылған алма салмағы дейді. О, мынау енді нормально. Енді біз бұл жерде не білеміз? Барлығы бізде қанша күн сатылғанын білмейміз. Бірақ біз білетініміз бірінші күн мен соңғы күн А1 мен айын дейді. Прогрессия, арифметик прогрессия А деп белгіленеді. Бірінші күн мен соңғы күнді қоссам 30 шығады екен. Барлығы қанша күн бар екенін білмейміз, иә. Бірақ барлығының қосындысы 180 екен. SN формасы бар. SN формасы А1 плюс айын бөлінген 2 көбейтілген N тең 180. Мына қараңдаршы, мына жерге салсам А1 мен айын деген бізде бар не тұр? 30 екен. Әке орнына 30 қоя салайықшы. 30-ды бөлем 2-ге 15 көбейтілген N тең 180. N тау керек. 180-ді бөлеміз 15-ге. Примерно 180-ді бөлем 15-ге. 12. N дегеніміз қанша күн сатқан? 12 күн сатқан екен. Енді 9-шы күні сатылған алма массасы дейді. Барлығы 12 күн сатылған екен. Прикиньте. Получается, бізде 12-ші күн болып тұр ғой, иә? Барлығы 12 күн сатылған екен. Мен қазір формула салып көремін. Эссенің тағы екінші формуласы бар. Эссенің екінші формуласы бар. 2 А1 қосылған N-1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген N деген формула бар. Соған салып көремін ау деймін қазір. И қысасы да болады, по идее. Мына қысасы да болады. Барлығы 12 күн сатылған екен. 9-шы күн сатылған алма дейді. Еще бізде каждый раз 2 кемітеді. Бізде Д бар екен айтпақшы. Бізде Д бар айтпақшы. Каждый раз бізде 2 кеміп тұр. -2. Мынаған сала салмайын ба? N-нің орнына 12 қоямын. А1 плюс А. N бізде 12. 12 тең болып тұр 30. А1-ді білмеймін. А12-ның формуласы бар. А1 плюс 12 бол үшін жетпей тұр 11-ді тең 30. Мұны кейін қоса қойыншы. 2А1 плюс 11-ді көбейтемін. Д-ны біз білеміз. -2. Каждый раз 2-ге кеміп отыр. Сатылған алмалар, иә. Демек жауабы болады. Так, 2-ні көбейтеміз. 11 мен -2 көбейтсем -22, 30. Так, 2А1 тең болады. 22-ні бер тартамыз. Қосылып барады 52. И А1 тең болып тұр. 52-ні 2-ге бөлем 26. Бізде 9-шы күн сұраса, 9-шы күн формуласы А9 тең болады. А1 плюс 8-ді 9-а жетпей тұр, 8 жетпей тұр. А1 бізде 26. 8-ді көтереміз даға. -2-ге өтеміз. Так, 8 өте -2-ге, -16. Азайтсам 10 екен. Жауап С. Дальше. Сатушы барлық алма неше күнде сатып бітірді? Барлығы 12 күнде бітірді. Бастапқы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысы соңғы 3 күнде сатылған алма массасының қосындысынан неше есе артты дейді. Давайте бүйтейік. Бастапқы күні бірінші А1 бізде бағана 26 болған. Бағанаға жерде көрсеңдер болады. Бірінші күні 26, потом одан кейін менде 2 азайтамын 24, 2 азайтамын 22. Алғашқы 3 күнде не тұр? И соңғы 3 күнде, соңғы күні бізде соңғы күнде қай? 12, 11, 10 ба? Соңғы күні бізде 12 қанша деген? Соңғы күні 12 күн ба? 12-ді алсаңызшы жарайды. Бізде 12 бар ғой айтпақшы. Қалай? Бізде айтылған еді контекстте бірінші және соңғы күні, алғашқы және соңғы күні 30 дейді. Бірінші күні 26 болса, соңғы күні қанша?
отыз шығу үшін төрт екен. Соңғы күні төрт жасаған. Значит, до этого екіге келмегенде төрт шықса алты, и оған дейін екіге келгенде ол бізде сегіз. Бастапқы үш күндегі, соңғы үш күндегі сатылған алмалар қосындысы дейді, қосайын қазір. Елу, жетпіс екі, мынаны қоссам бәрін он сегіз, неше есе артық? Жетпіс екіні бөлсем он сегізге, ол төрт па? Төрт есе екен. Төрт есе артық екен. Енді еще балалар түсінбесіңдер, қайттан қосып нетесіңдер ғой, иә? Тыңдап аласыңдар. Дальше. Функция берілген, сәйкестендір, мәні вообще помойсың болды. F2 дей ма? F2. Прикиньте, F пен F1-де X-тің орнына просто екіні қою керек болып тұр. Екінің кубы 8 плюс X-тің орнына не тұр? 3 тұр. 3-тің кубы 27. Қоссам 35. Дайын тұр міне ответ. F1 дей ма? Обычно Fx деп тұрады. X-тің орнына 1 тұр екен. X-тің орнына келіп 1 қоямын. 1-дің кубы 1 и 0-дің кубы 0. Азайт дейді. Азайтсақ 1. Оп-оңай. Дальше. Егер берілген көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы жетіп, бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан екі есе көп болса, онда мына осы жерде көп бұрыштардың формуласы бар. Көп бұрыш қосындысы. Қандай ғой мысалы, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Ішкі бұрыштарын қоссам, төрт бұрыштынікі всегда 360 деп тұр. Бес бұрыштікі всегда десек 540 десе, оны қалай тестесе болады? Формула бар. Ішкі бұрыштардың қосындысы n минус 2 көбейтілген 180 деген. Бізде бағана жеті бұрыштікі берген вроде бе? Жеті бұрыштығын тексеріп көрейікші. N орнына жетінің қосыласына просто. 7 минус 2 көбейтілген 180. Бұл 9 шығады. 7 минус 2 көбейтілген 180. 9 шығады екен. Біздің жасырып тұрған көп бұрыш ол екі есе. Мына жеті бұрыштікінен екі есе көп екен. Получается, мынаны екі есе көп. 2 өтем 180. 1800. Какой-то n орнына санды қоямын. Формула n мен 2 көбейтілген 180 деп, сол кезде бізде 1800 шығу керек. Қандай сан дейді? Теңдеу ғой мынау. Так, n табу керек. 180 жаққа бөлу барады. n минус 2. 180 жаққа бөлу 1800, 180 көрсем 10 шығады. Минус 2 жаққа тарайын. Плюс болып барады 12. Жауабы барлығы n деген бізде 12 екен. m деген не ол? Диагональдар саны екен. Диагональдардың формуласы бар тоже. Көп бұрыштар диагоналі бар. Диагональ формуласы бар. Так, бізде 12 болса примерно n минус 3 бөлінген 2 деген формула бар. Қой көрейікші қазір. 12 бізде көп бұрыш. n орнына 12 қоямын. 12. 12-ден асам 3-ті 9 бөлінген 2. Так, 12 мен 9 өтем, бөлем 2-ге. Бұл 4 дейді. 54-тен вариант бар екен. Яғни бұл же тоже геометрия. Формула білу керек болып тұр, иә? Геометрия. Формула, мына формуларды обязательно жазып отырмын. Мына формула ішкі бұрыштарының қосындысы, и мына формула диагональдар міне. Ой, арзып кетіп қалды. Міне диагональдар формуласы міне тұр. Керек болады мынау, обязательно. Дальше. Мынау енді дело калькулятора, иә? Дейді, тез көбейтіп салайын. 3-те 9 көбейтілген 11-де 5, азайтамын одан 45-те 0,5-ті минус 0,2 қалады екен, үстінде минус 0,2 астында 44-те 52 бөлінген 10-да 6, азайтамын 4,225. Минус 0,025 екен, 0,25. Минус қысарып кетеді. В итоге 0,2-ні бөлеміз 0,025-ке. 8 шығады екен. Жасырып тұрған сан а деген 8 екен. Енді 8-дің 60% табамыз. Так, 8-дің 60% табамыз. И 8-дің 35%. Процент деген калькулятор беріп қойған ғой, айналайын. Қоя салсыншы. Қоя салайық, 8-дің 60% 60-ға көтеміз. Процент тең 4-те 8 бар екен. И 8-дің 35%.
2 де 8. Тоже бар екен. Жауабы бөлініп тұр. Дальше. Так, x1, x2 түбірлері екені белгілі. Өрнектерді мәндерді сәйкестендір. Окей. Мына есепенді қараңдаршы. Дискриминантпен шықпайды. Осы жерде менен тоже сұрады. Кеше айым сұраған. Дискриминантпен шықпайды, мынау ветпен тоже шықпайды, иә. Сол кезде қалай шығарамыз деп айтып, бізде көбінесе веттеріміз. Веттерімізді білу керек зат мынау. Веттеріміз қандай? X1 мен x2-ні көбейтсем, мына шығу керек. -5. X1 мен x2-ні қоссам, мынаны наоборот шығу керек. 3 емес, -3 емес, 3 шығу керек. Осы екі мәліметке сүйеніп аламыз да, осы жерде патыр-пұтырын шығып тастайсыңдар уже. Қандай былай болады. Мысалы астынан көрсеңші. Ортақ бөлімі не болады? Мынада x1 бар, мынада x1 жоқ берейін. Мынада x2 бар, мынада x2 жоқ берейін. Деп жарастырасың аңдар. Ортақ бөлімі x1 мен x2-ні көбейтінсем, x1 2-ні көбейтем 1-ге x2 болады. x1-ді көбейтем 1-ге x1 болады. Мына қараңдаршы міне. x2 мен x1-ді көбейтсем не дейді? -5. Орнына қоя саламыз. x1 мен x2-ні қоссам 3. Просто веттерімізді сүйене отырып. 3-ті бөлім 5-ке 0,6, жауап минус бар. Мына қарасай. Веттерімізді құрсал. Міне там ортақ бөлім x2-ні да x2 жоқ берем. Астында міне x2 жоқ. x1-ні астында x1 жоқ, x1-ден берем. В итоге ортақ бөлімі x1 көбейткен x2. Бұл деген не? Бұл екеуі маған көбейтсе -5 береді. Астында автоматически -5 тұрады. Үстінде x1 мен x1-ді көтсем x1 квадрат плюс x2 мен x2 көтсем x2 квадрат. Екі өрнектің квадраттарының айырымы деген бар. Ал қосындысы деген жоқ деп атсақ бар негізі. А квадрат плюс б квадрат десе, а плюс б-ның квадраты минус 2 еселенген аб деген формула бар. А плюс б деген не ол? x1 квадрат пен x2 квадратты қоссам демек, олардың қосындысының квадратынан азайтамыз олардың көбейтіндісін. 2 еселенген көбейтіндісі. Қосындысы не бәле? Бар ол бізде 3. 3-тің квадраты 9. И көбейтіндісі не? -5. Көбейтем оны -2-ге. Плюс 10 шығады, жауабы 19 екен. Үстінде 19. 19-ы -5-ке бөлеміз. 19-ы бөлім 5-тің минусына 3-те минус 3-те 8. Минус 3-те 8 екен. Тыңдап, қайтадан айналдырып тыңдап аласыңдар ғой, иә. Дальше. Мына есебінде патология. Бүйтіп келсекші, мынау а деген не ол? Түбір астында 5, түбір астында 5, түбір астында 5, түбір астында 5 деп жазайық. Демек келсекші, а деген ол бізде есепші түбір астында 5, түбір астында 5, түбір астында 5, түбір астында 5 и так далее, и так далее, и так далее. Деп жазайында а тең түбір астында 5 деймді дальше қараңдаршы. Мына что-то знакомый. Түбір астында 5, түбір астында 5, түбір астында. Ол не бәле? Мынау деген а ғой, мына іште тұрған бұл а ғой деп жаза саласыңдар. Міне, ішінде тұрған өрнек, ішінде тұрған әрбір өрнек. Қалай келістік бағана? А деген не дедік? Түбір астына 5, түбір астына 5, түбір астына 5. Міне, түбір астына 5, түбір астына 5, түбір астына 5. Бұл бізде а тығылып тұр ішінде. Короче, бірінің ішіне бір түрінде гармош не матрешка сияқты ғой, бірінің ішіне, бірінің ішіне, бірінің ішіне, бірінің ішіне. Одно и то же заттар. Мынау а ма, мынау да а негізі. Бұны табу үшін түбірден құтылу үшін не істеймін? Екі жағын квадраттаймыз. А квадрат тең болады 5а. Квадратпен түбір қысқарып кетті. А квадрат 5а бет тартып алайын жаққа. Тең 0. Шақшаның сыртына аны шығарып алайын. Әрқайсысын нөлге теңестіреміз. А тең 0 және а минус 5 тең 0. А тең болып тұр 5. А тең 5 0 бола алмайды енді. Ренжіме де өткен түбір астынан шыққан сәтінде 0 шықпайды ғой. Жауабы бізде 5 болып тұр. 5 деген вариант бар. Мына жаққа 5 әкеліп қояйық. 3 5-ім 15, қосам 2-ні 17. Пожалуйста. Дальше. 36-шы келдік, иә. Төмендегі өрнектердің ішінен өрнегіне тең өрнектер дейді. Мынау бізде қысқаша көбейту формуласы 2 еселенгенмен полигонда. Просто мынаның квадраты, мынау 16-тан 1-ден 4-тен 1-дің квадраты, а4 деген а квадраттікі, барлығы плюс болса ортасына плюс болады. Мынау 4b-ның квадраты. Бұнда басқа жауап бар ма? Жоқ деп кетіп қалып жүрмеңдер. Мына жерде тығылып тұр, мына қарасыңдаршы. Мынадан ответ келеді қазір. Неге дейсіңдер? Ортақ бөлім беріп көрейікші. Мына ортақ бөлім 4, мына 4-тен беріп көрейін. А квадрат плюс 4 4-ім 16b бөлінген ортақ бөлімі 4.
квадрат жүз тек қана былай істеген бар. Бұлар асты 16 болып тұр ғой, соған келтірейікші. Мына 16 мына 16 үшін төртке кету керек па? Үстінде астында төртке көтеріп көрейінші. По-любому төрттен қысқарып кетпей ма? Сөйтсем, астын төрттен көбейтсем 16 шығады. А квадрат плюс 16 б тағы міне астына басты разрез келтірдім 16-ға. Иіне қараңдар. Мына төрт жашан сатына шығарып жіберейік. Мына жерде не бар? Квадрат бар. Төрт квадрат алып шығады. Төрттің квадраты 16. Мына жауапты тығып беріп қойған қаласындаршы. Жауабы А, Б. Дальше. Мынау 8-ге келтірген. Изначальный ответті қараңдаршы. Изначальный ответ мынау болған еді. Изначальный ответ мынау болған еді. Бөлімін 8-ге келтірген ба? Мен 8-ге келтіремін. 8-ге келтіру үшін не істеймін? Үшінші 16 болу керек па? Келмейтін ответ. 8-ге келтіру үшін екеуінде 2-ге өтемін де жоқ жерден екеуінде 2-ге өтейін. Полный. В итоге 2-ге өтемін 8 шығады. А квадрат қосылған 16 Б болу керек. И на 2-ні шығарып жіберейік мына жаққа. 2 ол квадрат болып шығады. 4 болып шығады. Ондай вариант бар ма? Жоқ. Мынау вообще келмейді. Это b квадрат деген болмайды. b ғана болу керек жай. b квадрат деген болмайды. b квадрат деген болмайды. И сыртында 4 болу керек еді. Короче, мынау келмейді. Дальше. Дұрыс тепе теңдіктер дейді. Мынау бізде келтіру формуласы. Тангенсін тан басқанда еді. Плюс, минус. Келтіру деген былай. Пи 180 градусты ғой, 180-ге альфаны қосып, 180-ге келемін. Енді өтеміз. 180-ге келдім. Аты өзгере ма? Бастарына лошадиный метод дейді. Жылға. Басың 180 кезінде аты өзгермейді. Жоқ, өзгермейді. Тангенс болып қала береді. И оған альфаны қосайды. Қосам альфаны. Таңбасы плюс екен. Кеп тұр. Дальше косинустың таңбасы қандай? Косинустың таңбасы плюс, минус. 90 дейді. 90 градусқа келемін. 90 градусқа. Аты өзгере ма? Иә дейді басым. Косинустың ответі синус болып қалады. И оған қосыңдар альфаны дейді. Қосам альфаны. Таңбасы минус екен. Минус па? Жоқ. Дальше мынаны көрейік. Синус 2π минус альфа дейді. Синустың таңбасы ойбай. Синустың таңбасы минус. 2π дейді. 2π деген 360 градус. 360 градусқа айналып келемін. Тоқтаймын, аты өзгере ма? Жоқ. Аты өзгере ма? Аты өзгермейді. Жоқ. Аты синус болып қала береді. Минус дейді. Артқа қайт дейді. Қайтам, таңбасы минус екен. Келіп тұр мына жауап. Және синус минус. 270 градус келем, тоқтаймын. Аты өзгере ма? Аты синусым косинус болып кетеді. Және артқа қайт дейді. Таңбасы артқа қайтам. Жауап минус екен. Минус болып тұр. Жауабы Д. Бір үш жауаптан көп бола алмайды. Дальше мен қарамаймын. Үш жауаптан көп бола алмайды. Дальше. Геометриялық прогрессияның үшінші мүшесі бірінші мүшесінен 9 есе көп. Үшінші мүшесі бірінші мүшесінен 9 есе көп. Алғашқы 6 мүшесінің қосындысы алғашқы 2 мүшесінің қосындысынан k есе көп дейді. Алғашқы 6 мүшесі алғашқы 2 мүшесінен k есе көп дейді. Окей, k мен k плюс 9 тап дейді. Бұл жерде балалар формула білу керек. b деген не ол? b1 көбейтілген q квадрат. 3 болу үшін 1-ге жетпей тұр 2. q квадрат деп жазамын. b1 мен b1 жойылып кетеді. q квадрат тең 9. q тең болып тұр плюс минус 3. S6 деген не? Мен баршаның формуласы b1 1 минус q-дің 6 дәрежесі бөлінген 1 минус q тең болады k тұра берсін де k. И S2 деген не ол? b1 1 минус q-дің 2 дәрежесі 1 минус q дейсіңдер. Теңдіктің екі жағында бір заттар бар, қараңдаршы. b6 мен b6 бірдей. b6 мен b1 мен b1 бірдей. 1 минус q мен 1 минус q бірдей. Вау! Білемейді. Қызым кәмі болайын әмін. Бірге сөз. 1 минус q-дің 6 дәрежесі дейді. Минус 3-тің де плюс 3-тің де 6 дәрежесі бірдей. Жауабы болады 3-тің 6 дәрежесі.
тоғыз, 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 81, 729, к. Бір минус куб квадрат тоғыз екен білеміз. Аз айтсам менде минус 728, аз айтсам менде минус 8, минус бірге өтемін қазір. 728 тең 8к болады. К-ны табу үшін 728-ше 8-ге бөліп керек екен ғой. 728-ді бөлеміз 8-ге. 91. К тең 91. Плюс минус деген обычно екі жауап шығатын, бірақ мына алты дәреже, екі дәреже, жұп дәрежелер плюсті де минусты де плюс қылып жібереді. В общем, бірдей жауап шығады. К тең 91. 91-ге қосам 9-ды 100 шығады. Ол бізге 10-ды береді. Дальше 91, 10 дегенге қатысты жауаптар жоқ екен. Қай есептеміз? О, предпоследний. Так, мынау 10, 2 плюс лг. Лг бәріміз білеміз, е? Мың дейді. Мың деген онның кубы ғой. Қысқартып жүрейін. 2 плюс лг x минус y тең болады 3. 2 міне лақтырса болады. Оны x-і, y-і дым жоқ. Біліп тұрсыңдар, лақтыра бердіңдер. Лақтырам. Азайту болып барады. 3-тен астам 2-ні 1 шығады. Лг деген 10 негізі логарифмін аяқ лақтырайық. Ал 10-ның бір дәрежесі 10 болады. Мына мәліметке келіп тоқтайсыңдар. Дальше астында ше логарифм қосу кезінде олар көбейтіледі. X плюс y пен x минус y-ті көтеміз. Оппо, онан қараңдар. Мынада x минус y тең ол не? 1 ғой. 10 ғой дейді. Жарайды. 1 деген ол не бөле? Бұл lg 10. Полигон қысап кетіп 1 бермей ма? Қосу кезінде lg-лар көбейтіледі. 10 мен 14 көбейтіледі. 140. Лг мен лг біріктіріп алдық, енді қысқартса болады. Жауабы x плюс y көбейтілген. Мынау менде 10 деп айттым. Тең 140. X плюс y, оказывается, мына жақта бөлу барды 14-ке тең екен. Демек, x минус y 10 болды. X плюс y 14 болды. Не сұрап тұр өзі? Көбейтін сұрап тұр ма? Екеуін қосып жіберейін. X-ке қосам x 2x, y пен y кетіп қалады, минус болғаннан кейін плюс пен минус 24 қосылады. Бөлем 2-ке 12. И ойланамыз, x 12 болса 12-ден алсам нені 10 шығады? Это 2 ғой. Екеуін көбейтейік. 12 мен 2 көбейтіп 24. Десім 24. Бөлгіштерін 24 қандай сандарға бөлінеді дейді. 24 10-ға бөліне ма? Жоқ. 24 6-ға бөліне ма? Иә. 4-ге бөлінеді. 5-ге бөліне ма? Жоқ. 24 тағы неге бөлінеді? Ойбай. 24 тағы неге бөлінеді? 9-ға бөліне ма? Жоқ. 24 2-ге бөлінеді екен. Жауап Б, С, Ф. И соңғы есеп геометрия. Вау, деп па. Суретте дұрыс алты бұрышты призма берілген. Дұрыс деген сөз барлық қабырғасы бірдей. Дұрыс алты бұрыш, міне барлық қабырғасы бірдей. Алты бұрыш жайлы мынандай информация бар. Барлығы қабырғасы А болса, оның диагоналі 2А болады екен. Осындай информация бар. Тағы не дейді? А1К дейді. А1К мына жер 2 дейді. Тағы не информация? АК 2 түбірасты 5 дейді. АК мынау уже пифагор көрініп тұр. 2 түбірасты 5. Прикиньте, мынада міне 2 былайынан 2 түбірасты 5 дейді. И мынаны табуға мүмкіндік бар ғой. Мына ұзыны ол гипотенуза. Мынаны табу керек болып тұр. Не істейміз? С гипотенуза. С-дан азайтасыңдар всегда. Мына мен қазір H деп қойсаңшы, биіктік қой енді. H табу үшін С-дан азайтасыңдар всегда пифагорда. Мынаның квадраты 2-нің квадраты 4. Түбірасы 5-тің квадраты 5. Азайтам одан 2-нің квадраты 4-ті. Так, 4 5-ін бірінші көбейтесіңдер, иә? 4 5-ін 20, 20-дан 4-ті 16. Мына бірінші 5-тен азайтып, потом көбейтіп жүрмеңдер. Бірінші көбейту амал. 20-дан 4-ті 16, 16 түбірасынан 4 болып шығады екен. Биіктігі 4 екен. Төмен жауаптар үшін дұрыс деп еді. Не дейді? И сұрамшы АD1 и ДD1. Арасында бұрыш екен. Осы есеп па? Арасында бұрыштар үшін это бізде бағанағы синус, метрикалық қатынас А бөлінген С, косинус Б бөлінген С деген сияқты темалар шығарамыз. Бізге ол үшін ДД1 біз тауып алдық. Не ол? Мына биіктігі 4 па? Мына жақта, значит, 4.
Мына я, значит, и ар жағы д бір тош төрт, прикиньте, мынаны тауып алдық уже. Мынаны тауып алу керек болып тұр, мынаны тауып алу керек болып тұр, в общем, біраз тема болып тұр ғой жерде. Мына бір зат, мынау біздегі бағанағы мына бір диагональіміз болып тұр ғой. Қараңдаршы, енді біз f b бір деген мынандай бір линия өткен мына жерден. Сол линияны енді өткізіп көрейінші. Линия өткен. Мына жері оны екі екен. Болды ау деймін осы жерден біраз шешіліп тұр. Тең берілуші бұрыш. Бағанағы ішкі бұрыштардың қосындысы деген қарасылайшы. Алты бұрышта ішкі бұрыштардың қосындысы қанша болатыны бір бұрышын бұрыш тауып алу керек болып тұр да. Енді мен екі өтен 180-мен шығарып көрейікші. Алттан астам екіні алты бөлшектен табайын деп жатыр қыздар жігіттер. Алттан астам екіні төрт болады. Төртті көйтіп 180-ге 720. Алттан астам екіні көбейттім 180-ге 720 шықты. Ол ішкі бұрыштарын қосып бәрі 720. Каждыйын табу үшін алтыға бөле саламын. 720-ны бөлем алтыға 120 градус. Значит, алты бұрыштың бір бұрышы 120-дан. 120, 120, 120. Мына бұрышымыз 120, мына 120 деген зат. Ойлаңдаршы, мына 120, бірақ мына 90-ды. 120-ны 90 кетсек, қалған бізде 30. И бұл жерде 30 градус теоремасы бар. Мынау көрінбей тұр ғой сендерге. 30 градус теоремасы бар. Сәл кетейін бүйтіп. Не болып кетті мынау? Міне 30 градус теоремасы бар. Мына жерде 30 градус жатыр. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Мынау 2 ма, мына значит бізде гипотенуза жартысы 4 болады. 4 болады. Значит, а бізде 4-ке тең екен. А бізде 4-ке тең. Мына бір диагональ не болады? А 4-ке тең болса, мына аяғы аның орнына 4-ті қойсыңдар. 2-ні өтем 4-ке 8. Мына аяғы 8 екен. Короче, мына үш бұрыш берген осындайға қараңдаршы. Мында үш бұрыш берілген. Мына аяқ 4, мына аяқ 8. Мына сұрап тұр қанша деп. Мына біз білеміз енді, пример қараңдаршы. Мысалы, мында жоқ бізде альфа қарамас А тұр, мынау Б болып тұр. А, мынау Б, мынау С. Мысалы, допустим, уже А мен Б бар, тангенс сұрақ қалса, допустим, сен өтесіңдер, не істейміз? А-ны Б-ға бөлеміз. Тангенс формуласы А-ны Б-ға бөлеміз. 8-і бөлеміз 4-ке. Мысалға 2. Тангенс сұраған ба деген сұрақ қойды бұл жерде. Тангенс сұраған ба? Тангенс бізде 2 болу керек. Мынау өтірік мәлімет. Тағы не бар? Котангенс тұр екен міне. Котангенстің формасы қандай? Котангенсті тангенстің наоборот Б бөлінген А. Б деген менде 4, А деген 8. 4 8 бөлім 2 қысқарады 4-ке, 1 бөлінген 2, это 0,5. 0,05 метр. Синус косинус керек болып тұр. Синус косинус деген біз не білем? Синустың формуласы А бөлінген С, міне тұр А. С керек, по-любому С керек болып тұр. С-ны табу үшін не істеймін? Пифагор теоремасы. А квадрат плюс Б квадрат. 8-дің квадратына қосам 4-тің квадратын. 64 пен 16-ны қоссам болады екен 80. 80 түбірасынан шығып болып тұр. 80 түбірасынан шығады негізі. Ол 16 мен 5-тің көбейтіндісі ғой. 16-тен 4 болып шығады, 5 қалып қалады. С бізде 4 түбірасты 5 екен. Все, синус сұрақ қалса, допустим, ол бізде А бөлінген, яғни 8 бөлінген 4 түбірасты 5. 8 бен 4 қысқарады. 2 бөлінген түбірасты 5. Ерасылып тақылайшы. Түбірасты 5-ке өтейін. Түбірасты 5-ке өтем, мынанда түбірасты 5-ке өтем. Астында түбірасты 5 пен түбірасты 5 5-те береді. 2-ні бөлем 4-ке дейді. 2-ні бөлем 5-ке. Түбірасты 5 тәкінді. 2-ні бөліндір 5-ке дейді. 2-ні бөлем 5-ке 0,4 түбірасты 5 екен. Мынау өтіріккен ғой, емай, мен соны қараптым. Синус 0,4 түбірасты 5. Міне. Косинус сұрақ қалса, косинус бізде Б бөлінген С. С мен білем 4 түбірасты 5 екен. Б деген менде бар 4 болды деймін. Б деген 4 болып тұр екен. 4 әкеп бөлу керек болып тұр. Б деген менде 4 болып тұр екен. 4 пен 4 қысқарады, жауап 1 бөлінген түбірасты 5. Әттең ондай жауап жоқ, потому что иррационалдықтан құтылу керек. Мынаны да түбірастан шығарамыз. Жауап 5, 1 бөлінген түбірасты 5. 1-ді 5-ке бөлсем, 1-ді бөлем 5-ке 0,2. 0,2 түбірасты 5. Жауабы С, Е, Ф. Осымен талдау бітті. Енді бұл талдаудың соңына жеткен балалар аш шығар. Мен ойым бұл талдау жақсы бір
бір продуктивный талдау болса екен деген ойдамын. Балалар сендерге барлығы түсінікті шығар деген ойдамын. Түсінбесеңдер қайтадан қайталап қарасыңдар болады, или қайтадан келген кезде менен прямой сұрасыңдар болады, ағайын түсінбей қалдым деп. Короче, бір күшті пайдалы талдау болды деген ойдамын. Бәріне сәттілік. Жақсы, бұған жеткен бала бар, жетпеген бала бар. Кім жетті до конца еще комментарий жазсаңдар, аға мен до конца тыңдадым, че там деп. До конца тыңдағандар, ай осы болмайды ау. Так, жақсы. Осымен аяқтайық. Так, қалай аяқтайды бұл жерде? Оп.